Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біздің ұлттық тағамдарымыз өте көп. Соның ішінде еттен жасалатын тағамдар бізде көптен бері пайдаланып келеді. Соның бірі ұлттық тағам еттен жасалатын немесе ішек қарнынан жасалатын божо деп аталатын тағам түрі. Божо деген тағамды жасау үшін жаңадан сойылған қойдың немесе ешкінің ішек қарны және бауыры, іш майы қажет болады. Ол үшін қарынды немесе бүйенді кесіп алмай, бүлдіріп алмай, өте сақтықпен бүтін күйінде жуып тазалап алатын болған. Оның ішіне бауырды немесе іш майды ұсақтап турап, дәміне қарай тұздықтарын салып, аузын байлап, пісіріп, дастарханға, әсіресе қонақтардың алдына қойылып келген. Ал қазіргі кезде жылқының етін өте ұсақтап турап, немесе ет тартқыштың ірі көзінен өткізіп, солай жасайтын болған. Енді біз ол тағамды жасау үшін бүгін жылқының етін аздаған май қосып, жылқының етін ұсақтап турап, сосын оған сарымсақ және орта кесек күріш, аздаған картошка, сосын бұрыш және дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Және бүйен, міне жуып тазаланған бүйен қажет болады, және соның аузын байлау үшін жіп қажет болады. Біз осы тағамдардың барлығын қазір арнайы бір тегішті алып, соған салып, және саламыз осылай. Етті салдық. Күрішті саламыз. Күріш арнайы жуылып, кішкене ыстық суға салынып, өсіп тұрды. Оған картошкамызды саламыз. Міне сарымсақ саламыз. Тұз дәміне, бұрыш дәміне қараймын. Бұрышымызды салдық, енді тұзымызды саламыз, дәміне қарай тұзымызды. Осылардың барлығын салып болғаннан кейін біз араластырамыз, жақсылап араластырып аламыз. Ата-бабаларымыз өлшем қолданбаған, сонша килограмм, сонша грамм, сонша ет деген сияқты арнайы өлшеп салмаған. Сондықтан бізде ата-баба дәстүрімен арнайы грамдап өлшеген жоқ. Біз өзіміз көзімізге көрсетіп осылай жасадық. Міне осындай болды бізде. Енді тұзы, дәмі бәрі жақсы болса, қазір бүйенге саламыз. Енді міне біз әбден араластырып болдық. Енді бүйенге саламыз. Мына жерде бүйеніміз бізде өте жұқа, және аузы да міне осылай тары болады. Ол үшін байқап салуымыз керек. Осылай саламыз, біраз уақыт алады бұл да. Өйткені аузы кең емес, аузы кең болса, қазір байлап шешуге кішкене қиындық тудырады. Сондықтан аузы осылай тары болады бүйеннің. Осылай саламыз. Әрине оны ерте кезде аналарымыз, келіндер, ауылды жинап алып, аналар бәрі жиналып,
2-3 әйел адам басы қосылып, ойнап күліп отырып жасап тастайтын болған. Мінекей, салып болдық барлығын. Енді аузын байлаймыз. Арнайы жаңа дайындап қойған шүберегімізбен аузын байлаймыз. Мына жерде барлығы бос тұр, міне бос. Өйткені қазір бұл піскен кезде ішінде күріштері бар, сол күріш өсіп піседі. Сондықтан бостау болғаны жақсы. Осылай аузын байлаймыз. Әрине бұған 2 адам керек, бірақ мен өзім жалғыз байлап жатырмын. Аузын өте қатты, босап кетпейтін жіппен байлауымыз керек. Өйткені бұл қазір судың ішінде қайнайды. Сол кезде жарылып, ашылып кетпес үшін өте қатты етіп байлауымыз керек. Жақсы, енді бұны суық суға саламыз. Арнайы кастрөлдегі сосын пісіп жатқан кезде арасынан ақырын инемен тесіп отыру керек. Жарылып кетпес үшін және ішіндегі күріштері жақсы пісу үшін. Біз дайын болған бұжыны қазанға суық су құйып, соған пісіріп жатырмыз. Бұл шамамен 1,5-2 сағат көлемінде піседі. Арасында инемен пісіп, демін шығарып отырамыз. Мінекей, бұжы тағама бая отта қайнап жатыр. Бұл жарылып кетпес үшін және ішіндегі күріші толық пісу үшін осылай инемен піскілеп қоямыз. Сонымен біздің ұлттық және бірегей тағамдарымыздың бірі бұжы пісіп болды. Не түсіріп алдық. Енді осы тағам шамамен 1 сағат 55 минут пісті. Жаңа өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда инемен піскіледік. Пісіп жатқан кезде арасындағы күріштер дұрыс пісу үшін және дәмді болу үшін. Енді ешқандай жарылған жоқ, бұзылған жоқ. Осындай болып пісті. Өте дәмді. Қонақтардың алдына салуға өте ыңғайлы. Астарыңыз дәмді болсын.